Менің қатты намысыма тиген бір оқиға бар. Осы бір үйге барып жүретін мен өзім жұмыс бабымен. Сонда өзге ұлтты бір кемпір бар да. Сол мынау 86 жылы желтоқсанға қатысты әңгіме басталып кетті да бірдемеден. Сол кезде не дейді? Мен сұраймын ғой енді, ол площадьқа, алаңға кімдер шықты, не істеді деп енді орысша сөйлесіп отырмын ол кісімен. Сол кезде айтады да, оған да не шықты дейді, ол жерге нацистер шықты, сосын алқаштар, наркомандар шықты дейді маған. Білесіз бе, маған намысыма қалай тиіп кетті. Сонда қалай деймін да, біздің қазақ балалар жүрген, өз пікірін білдірген, басқа ұлтты біздің басшы болмасын, әр өз халқына өз басшысы деген үшін солай қырғанын деймін да. Сол кезде ұялмай айтып отырған ол кісі бар ғой, айтады, сонда күйеуім мына жерде заводта дей ма, соның қасында бір жерде істейді дейді, иә. Сол кезде дейді, өзге ұлттардың өздері соны арматураларды дайындады дейді. Далаға дружинниктер болып шықты дейді, сол студенттердің артынан аңдып, сол нацистерді ұстап қырды дейді. Сол шында өтірік па, сол көзі көргендері болса айтыңызшы, осы видеоны астына жазыңызшы, пікірлеріңізді қалдырыңызшы. Шын ба екен, өтірік па екен, сөйтіп айтып отыр. Сол кезде сол қазір енді 70-тен асып кеткен адам ғой, 70-тен асып кеткен, сөйтіп отыр. Сол нацист пен алқаш наркомандар шықты дейді. Біздің жанашыр, біздің тәуелсіздігімізге жастар осында қаншама қан төккен.